Наурыз мейрамы ерте заманнан түркі тілдес халықтар арасында кеңінен тойланып, заманына сай жаңарып, жаңғырып келе жатқан ұлттық мереке. Парсы тілінен аударғанда жаңа күн деген мағына береді. Күн мен түннің теңеліп, малдың аузы көкке тиген ырыстың басын қазақ елі ұлыстың ұлы күні деп атап кеткен атаулы мерекені Жетісай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне қарасты Асыл қазына және тең қоғам әлеуметтік қызмет көрсету орталығы жоғары дәрежеде атап өтті. Мерекелік іс-шара ел ағалары мен ақжаулықты аналарымыздың ақ тілегімен бастау алды. Көпшілікке арнайы Асыл қазына және тең қоғам орталығының ұйымдастыруымен дастархан жайылып ұлттық тағам наурыз көже ұсынылды. Көнеден жаңаға, атадан балаға мұра болған салт дәстүріміз дәріптеліп, ұрпақтар сабақтастығының жалғасы ретінде ақсақалдар мен әжелер жас бүлдіршіндердің тұсауын кесіп, бесік жырын жырлап, сәбилерді бесікке бөледі. Еңбек ардагері ақын Нұрымбет Әбдіғаппаров Асыл қазына және тең қоғам коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Бауыржан Нұрбаевқа мекеме кітапханасына арнайы авторлық кітаптарын сыйға тартты. Аудандық мәдениет үйінің қызметкерлері мерекелік іс-шараның көркін қыздырып, жиылған қауымға рухани демалыс сыйлады. Жетісай қаласының орталығындағы осы қазіргі тұрған бүгінгі іс-шара өтіп отқан мекеме және Асық-Ата кенті, енді ол жақта да бірталай халық бар, бұрын ауданның орталығы болған, соған байланысты Асық-Атадан да аштық. Жалпы бұны халық өте дұрыс қабылдады. Енді ардагерлеріміз, ақсақалдарымыз, аналарымыз үйінде немерелеріне қарап болмаса, жалпы бір үйде өзі де қап кететін жағдай болады. Балдар мектепке кетеді, немерелері, балдары жұмысқа кетеді, үйде бір өзі қап кетеді. Сол азаматтардың бәрі келіп осы жерде уақыттарын өткізіп, жәндегі шахмат ойнайды, шашық ойнайды, кітабын көреді. Одан бөлек біз енді емдікте біраз мәселелерді қостық. Жалпы бұл енді біздікі әлеуметтік орталық қой, енді ол медициналық емес. Бірақ біз жәндегі тұзбен емдеу, әртүрлі физкультуралық емдеулер, содан кейін массаж мәселесі, сондай мәселелердің бәрін кіргізгенбіз. Бірақ енді адамдар өте жақсы қабылдады. Біз басында ашқан кезде бұл қалай болады, не болады, адамдар келе ма, келмей ма деген жоқ. Мына уже 6-шы ай кетіп баратыр ашылғанына, өте жақсы, адамдар өте жақсы қабылдап жатыр. Күні бүгінгі таңда мысалға 300-ден астам адам келеді осы жерге. Өйткені келіп 4 сағат болады, 4 сағаттан кейін кетеді, одан кейін басқа адамдар келеді, ауысып келіп жатыр. Жалпы біздің есебімізде сол 300-ден астам 400-ге жақын азамат, мүмкіндік шектеулі азаматпенен ардагерлерді қосқанда осында келіп қатысып жатқан жағдайы бар. Сөзімді қорытындылай келе, наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз енді жылдың басы, бар жыл, нағыз жыл енді кіріп жатыр. Сондықтан кірген жыл Құда қаласа жақсылығымен, қуанышымен келсін. Аудан әкімінің бастамасымен аудандық мәслихат депутаттарының тікелей қолдауымен жергілікті қазынадан қыралған қаржыға ашылған аталмыш орталықта қызмет алушыларға дәрігерлік кеңестер беріліп, тұзбен емдеу, сенсорлық бөлме, емдік физкультура, йога, тренажер залы, мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру, психологиялық және құқықтық көмектер емдеу және жақсарту психология сынды әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. Мен ол орталыққа барып жүргенімде ноябрьден бастап барып жүрмін. Барамыз, мысалы, бірінші кіргеннен йогаға кіреміз, одан кейін тұзды қабылдаймыз, тұздан кейін массаж, одан кейін велосипед бар, беговой дорожка бар, сенсорный жаңағы комп бар, музыка тыңдайтын, бильярд бар, шашка, шахмат, бәрі жақсы, өте керемет. Мен соның бәрін аламын. Қазір жағдайым жақсы. Іс-шара соңында өмірден өткен азаматтардың рухына Құран бағышталып дұға жасалды. Мерекелік жиынға қатысқан қонақтар ұйымдастырушыларға өз алғыстарын білдіріп, көтеріңкі көңіл күйде жаңа жылдың берекелі болуын тілеп тарқасты. Алла берген құлша Қуаныш Әуелбеков, ақпарат, Жетісай ауданынан.